Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз қазанның крышкасында пісетін өте дәмді болып шығатын нан дайындайтын боламыз. Егер тандыр нанды аңсап жүрген кісілер болса, өте таптырмас рецепт. Сол үшін видеоны аяғына дейін асықпай көріп шығуларыңызға кеңес берейін. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы жылы су, тұз, қант, ашытқы және шемішкі май қажет. Осыларды бір-бір араластырып жібереміз. Кейін бірнеше бөліктерге бөліп, ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ етіп қамыр илейміз. Илеп болған қамырымыздың бетіне аздаған май жағып қоямыз, қамыр ашыған кезде қолға жабыспай алыну үшін. Енді қамырымыздың бетін жауып, ашығанша жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды деген уақытта газымызды баяу отқа қосып, қазан мен крышкамызды қыздырамыз. Бір ескере кететін жағдай, оттарыңызды қатты қыздырмаңыздар, өйткені қазандарыңызды немесе крышкасын сарғайтып жіберуі мүмкін, күйдіріп. Кейін көтерілген қамырымыздан домалақ етіп форма жасап, ортасын қолдың күшімен басып шығамыз. Және нанымыздың ортасы қатты көтеріліп кетпеу үшін нан ұрғыштың немесе вилканың көмегімен ортасынан басып жіберсеңіздер болады. Кейін жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын екіге бөліп аламыз. Нанымызды теріс қаратып, артқы бетіне жұмыртқамыздың ақ уызын жақсылап жағып шығамыз. Енді қызып тұрған қазанымыздың крышкасын аламыз және абайлап мұқият болыңыздар, қолдарыңыз күйіп қалмасын. Осы крышкамызға енді қамырымызды жақсылап орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін ортасын тағы да вилкамен басып жіберсеңіздер болады. Кейін бетіне жұмыртқамыздың сары уызын жақсылап жағып шығамыз. Нандарыңыздың бетіне әдемілік үшін кунжут немесе мак сепсеңіздер де болады, немесе ештеңе сеппесеңіздер де болады. Және нанымызды түсіп қалады деп еш уайымдамаңыздар, себебі біздің крышкамыз қатты қызып тұрғандықтан ол жабысып түспейтін болады. Болғаннан соң крышкамызды қазанымыздың бетіне жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Біздің нанымыз дайын, қып-қызыл, өте жұп-жұмсақ дәмді болып піседі. Піскеннен соң оны пышақтың көмегімен түсіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын. Достар, егер менің рецепттерім көңілдеріңізден шығып жатса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.